Ballar, bugün biz iş-hareketimizde asıl altın kazanam atты. İş-hareketimizde başlayabiliriz. İş-hareketimizde biz önce Ali ve Ayan hoş geldik. Selam. Ali ve Ayan kadar kıyıldığımız konaklar. Ali ve Ayan bizlerge kod işasını anlayacak. Kod işasının içinde жасырын жұмбақ ала келгенде сол жұмбақты біз шешуіміз керек балалар. Шеше аламыз ба? Ендеше шешейік жұмбақты. Бүк түсті, шүк түсті, алшық тұрды, тәйкі тұрды. Шеше алады жауабым кім? Сайтасында балалар. Қарайшы, Дұрысбекке. Қорашаны ашайық, ішінде не шыққанды қарайық. Дұрысбекке жауабымыз өте жақсы. Керемет. Ендеше асықты қайдан аламыз? Қойдан аламыз, я? Біз асықты 4 түлік малдан аламыз екен. 4 түлік малдың ішінде нелер жатады екен? Тас, ат, жылқы, қой, түйе, сиыр және ешкі жатады екен, да? Сондықтан біз көбіне асығымен ойнаймыз, сүйегімен? Қой малының сүйегімен ойнаймыз. Ендеше біз ағайып ойын ойнауға әзірміз ба балалар? Ендеше ағайып жалғастырайық. Музыканы ырғағымен ойынымызды бастайық. Мен бастап берейін, сенің артыңда бірге музыканы ырғағымен қай жерде музыка тоқтап қалса, сол жерде ойын жалғастырамыз. Балалар, түсіндік пе? Қалай жүргеніміз келмейді. Алдаңызда тапсырманы орындай берді. Қай жерге орналастыру керекпіз? Алихан, бүте тұра бер кел, Алихан. Тұра бер, өзің тұрған жерінде де бар ғой. Қай жерге орналастырып қарайық. Дұрыс орындап жатырмыз ба? Дұрыс па екен? Жақсы, керемет. Екінші рет тағы да жалғастырып көреміз ба ойында? Орындаймыз, қаяшықты орындаймыз. Келін ажырып жатады. Көспекен, көстері келіп тұрмады. Жарайсың, Алина, керемет. Азат керемет. Сарыны қай жерге қойдыңыз? Қай жерде тұр сары? Қай жерде тұр екен? Дұрыс па түстеріміз? Орналастырғанымыз дұрыс па? Қай жерде екен? Ұяшықтарына түсіріп тұрсыңдар ма? Әр ұяшық өзінде тұр ма? Алихан дұрыс орындаймын. Жасыл қай ұяшыққа тұр? Жасылды қара, жасылды. Бері қарай, мына соған ақтарда екінші ойынымызды жалғастырайық. Екінші ойынымызда балалар. Асық аулау ойыны, я? Келіңіздер. Алиханға келеміз, жақындаймыз. Біреуіміз қобдишаны лақтырамыз. Кімге қандай төс түседі, сол асықты аулаймыз. Түсіндік қой? Алихан, Азат лақтыр. Алина қандай түс түсті саған? Қандай түс түсті ма? Жасыл, я жасыл дала ғой, Алихан. Алина жасыл дала ғой, жасыл түсті. Жақсы. Лақтыра ғой тағы да. Азатқа айт. Алиханға айтады. Алихан, саған қандай түс түсті? Түсі қандай ма? Көк түс дала ғой. Қолымызды қоймаймыз. Жақсы. Мүндеге қоямыз. Азат енді Алиханға бер, Алинаға бер, Азат ауласын. Алина сен лақтыра ғой. Болыңдар. Түстерді айнайық. Қандай түс саған қарап тұр? Көк асық дала қойыңыз. Керемет. Алина тағы лақтыр. Лақтыр. Қандай түс саған қарап тұр? Қандай түс қарап? Сары. Сары түс дала қой. Жақсы, керемет. Тағы да қояйық. Енді Алихан сен лақтырда Алина мен Азат түстерді ажыратып тағы да ала қойсын. Лақтыра қой сен. Азат саған қандай түсті қарап тұр? Жасыл түсті ала қой.
Tanesi mi tutarayız be? Yok, uçuyoruz mu sen? Bu kutusundan kurtulalım. Көтерсеңіз көтеріп не дамыз. Жақсы, керемет. Жақсы балалар, енді келесі ойынымызды жалғастырайық. Ойынымызда көңілді асық деген ойын. Яғни мына жерде түстерді айтып тұрып, екеуміз түске таласып тұрып, мен ортада асық деген кезде ортадағы асыққа жабысуларымыз керек. Кім бірінші алады, сол жеңімпаз болады. Түсіндік па? Бастайық. Жасыл, 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 қызыл. Қызыл, сары, асық. Жақсы, жарайсың, Азат дейді. Алинұр мен Азат ойнасың. Кім? Алихан ойнасың. Алинұр жағына шық. Азат сен тұр. Сен жылдамдықта ойна. Ал, бастаймыз. Қызыл, сары, қызыл, қызыл, жасыл, 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 сары, асық. Ай, жарайсың. Енді кіммен кім ойнайды? Азатпен кім ойнай бастайды? Алина, шындай қамтылды. Так, жасыл, сары, сары, асық. Ай, жарайсыңдар. Жетпей қалса, үшеуі тартасың. Неше алды? Қай жағы түсті мынау? Асық. Қай? Қайке жағы. Қояқ. Азат сен атты. Отыр еді. Қара отыр. Атты, тер бар. Молодец. Нешеу, қай жағы түсті ма? Айтшы. Тағылақтыр. Сен атшы оны, аттанан мен қуатқанан кейін тағылақтыр. Қуатпасам, Алинұр лақтырады. Енді Алинұр бар. Алинұрдың жағына келіп. Ай, молодец. Жетіп аттың ғой сен деген. Тағдат. Атта. Ол ата алмай қалды, енді Азат сен ат. Жақсы, жарайды. Так, келіңдер енді бес асық ойнайтын. Апай сендерге бес асық үйретіп қараңыздар. Кел. Қолыңызда міне үшеу, бесеу. Мынау менің сақам қараңдар. Міне мен сияқты ойнаңдар. Бүгін біз қандай асықтан ойнадық, қай төрт малдың қай жануардан алдық асықты? Қойдан алдық да, қойдың асық жілігінде орналасқан екен, иә? Сонымен қатар біз альшы, тәйкі, бүк, шөп деп көрдік. Білесіздер ме балалар? Альшы деген шұңғыр жағы болады. Мінекей балалар, альшы жағы болады, мынау қараймыз, шұңғыр жағы альшысы болады, мына жағы бүк болады. Мына жағы тәйке болады, және шік болады. Түсіндік па балалар? Бәріміз бірге қайта аламыз ба осыны? Альшы, бүк, тәйке, шік. Керемет, жарайсыздар. Альшы, бүк, тәйке, шік. Жақсы, керемет. Әли мен Риза балалар бүгін сіздерге риза болды. Ендеше біз үйімізге аяға сау болыңыздар айтайықшы балалар. Сау болыңыздар.